Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін жасалу жолы өте оңай, дәмді болып шығатын рогаликилердің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен қажет болады бөлме температурасындағы сары майымыз, 100 грамм қантымыз, 1 шай қасық содамыз, 6% уксусымыз, және де менде повидламында алманың, және де 200 грамм қаймағымыз, және де міндетті түрде електен өткізілген ұн қажет. Қыздар, сары майымызды дәл осылай ертіп аламыз. Қатты ысытып жіберудің қажеті жоқ, осылай бір келкі масса жасап алыңыздар. Мінекей достар, дәл осылай еруі қажет. Мінекей бір келкі етіп. Ендігі кезекте содамыз бен уксусымызды 1 шай қасық уксус құйып, үстіне араластырып аламыз. Мінекей достар, дәл осылай көпіреді. Көпіргені жақсы. Бізде печеньемізді, яғни рогаликімізде содамыздың дәмі шықпайтын болады. Ал ендігі кезекте таза ыдысымызға жаңағы ерітілген майымызды құйып алатын боламыз. Оның үстіне 200 грамм қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Екеуін бір келкі масса етіп аламыз. Осы массамыздың үстіне жаңағы араластырып алған содамыз бен уксусымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жаңағы 150 грамм қантымызды салып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Жақсылап араласуы қажет, кішкене қантымыз ерісін. Оның үстіне жаңағы міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Мұнда менде 450 грамм шамамен ұн. Мен барлығында қолдандым. Сіздерге мүмкін ұндарыңыздың тығыздығына байланысты аз мөлшерде қолданасыздар. Менде 450 грамм ұн кетті. Мінекей ендігі кезекте қасығымызбен жақсылап араластырып алғаннан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мінекей жұмсақ қамырымызды илеп алдық. Енді кезекте осы қамырымызды 10 минутқа бетін жауып тұндырып қойыңыздар. 10 минут тұрып тұнған қамырымызды алып 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды зуала жасап, бір бөлігін жаюға алып қалдым. Достар, барынша ұнды аздау сеуіп, жұқалау қамыр жайып алыңыздар. Барынша жұқа болғаны жақсы, рогаликилеріміздің арасы таза пісіп, өте керемет болып шығады. Жұқа қылып жаза беріңіздер, жая беріңіздер. Мінекей достар, енді кезекте пышағымызбен кесіп алдым. Менде осы бір зуаламыздан 12 дана шықты. Дәл осылай видеодағыдай кесіп, үлкендеу қылсаңыздар да болады. Мен осылай майдалау болғанын қаладым. Жәнегі алмамыздың денесін ортасына салып, дәл видеодағыдай орап шығыңыздар. Мінекей достар, осылай жан-жағын жауап бекіте отырып орасаңыздар, вареньеларыңыз сыртына шығып кетпейтін болады. Дәмі өте ерекше керемет болып шығады екен. Енді ылғи да отбасыма дәл осылай жасап беремін. Балаларыма да, отбасыма да қатты ұнады. Мінекей достар, мен барлығында түйіп алдым. Енді кезекте осы түйілген қамырларымызды оралған қантымызға бір аунатып алдым. Әсемдігі үшін, әрине, сіздер аунатпасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Мінекей достар, қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп алдым. 20 минут, 15 минут арасында. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, жасап көріңіздер.